Қазақ болғалы өзіндік салт дәстүрімен ұлттық ұстанымы қалыптасса, сол бабадан балаға мирас болып келе жатқан көптеген ұлттық ерекшелігімізді бейнелейтін мақтаныштарымыздың бірі ат спортында өзіндік ерекше орны бар көкпар ойыны. Көкпар ойналатын алаң көлемі қатысушылармен санына сәйкес бекітіліп, онда басы кесілген серке тартылады. Көкпар десе делебесі қозып тұратын қазақ үшін бұл ойынның маңызы зор. Көшпелі елдің керемет мәдениетін үлгі еткен көкпар ойынының бәсекелік сипаты жастардың күші мен ептілігін арттырып, көшпелі шаруа мен батыр сарбаз үшін қажетті батылдық пен ерлік қасиеттерін дамытады. Бұнда ер жігіттер ғана емес, сәйгүлік аттар да сынға түседі. Қара жорға қазақтың сипаттайды бейнесін, әрбір қазақ баласы дәл осылай бейнесін, әрбір қазақ баласы дәл осылай бейнесін. Шар салып алған бар өте деңгейде қарқындауда. Қазақстанның әр түрлі командалық ойындары, әр облыстың чемпионы бар. Қазір даму үстінде келе жатыр ойынымыз. Өте көңіл бөлуде, оған үлкен жоғарыдағы көтереміз. Жарыс басталар алдында көкпаршылар серкені ортаға алып шығады. Ақсақалдар бата беріп, ойынның сәтті өтуіне тілектестігін білдіреді. Айың өсіп, ат болсын, ұлың өсіп, бай болсын, бақ қарап қыдыр дарысын алың Жаңа Орта Азияның чемпионаты өтті, бірінші чемпионаты. Бізді Қазақстан бірінші орын алды. Екінші орын Қырғыздар алды. Енді қазір облыс, аудан бәрі сондай командный көкпар қылып шалып жатыр ғой. Жалпы қазір мына бата көкпар болып жатыр. Сосын үлкен ас жиындар болып жатыр, ас береді. Үлкен жиындар болады, жақсы қазір дамып жатқан көкпардың. Қатысып отырған үлкен кішінің бәріне тілейтінім дендері сау, елге тыныштық, береке, ынтымақ берсін. Дамыған сайын бізде қолымызда келгенше істеп жатырмыз. Кейінгі ұрпақтарға тәуеменде жақсы тәрбиелеп, аттарды шаптыртып, жақсы шабандоздар дайындап, кейінгі ұрпаққа айтасың. Өнеге болатындай, мұра болатындай жұмыс істейтін жөніміз бар. Аттардың тұқымдарын жасартып, мысалы, аттар жерге алып келеді бәрі. Россиядан келеді. Францияға барып ат іздеп жүрген жігіттер бар. Германиядан ата көріп жатқан жігіттер бар Қазақстанда.
тек қана ондай жігіттермен мақтануымыз керек. Қазақ көкпары қалай дамыды? Көкпарға енген түрлі өзгерістер оның дамуына да кедергі келтіріп, сипатын да басқа арнаға бұрып жібергені шындық. Мәселен, қазақ көкпары кең алаңқайда ойналған, аттардың шабуына еркіндік берілген. Бүгінде көкпар тар алаңдағы тартыс талабына бағындырылған. 1996 жылы ат спорты қауымдастығы көкпардың алаңқайының ұзындығын 320 метр, енін 150 метр етіп бекіткен болса, кейін алаңқайдың ұзындығы 200 метрге, ені 70 метрге қысқарды. Бұл біз жоғарыда әңгімелеген қазандықтың пайда болуымен байланысты. Соған орай аттар еркін шаба алмай, адымдары қысқарып қалған. Ал қысқа шабатын алаңқай болмағасын көбіне көкпаршылар серкені алып қаша алмайды. Тек бір-бірімен жекпе-жекке түсуге ғана мәжбүр. Бұл әлбетте нағыз көкпардың дамуына үлкен кедергі. Қазақстанда көкбөрі қауымдастығы 2000 жылы құрылған. Дегенмен көкпардың дамуында мемлекеттік деңгейдегі үлкен серпіліс әлі де болса жоқ.